Көп күттім. Өзінен 6 жас кіші әншіге тұрмысқа шыққан визажист сүйінші жаңалығын айтты. Өзінен 6 жасқа кіші әнші Ринат Шамшырақпен отбасын құрған косметолог Аружан Төре қуанышты хабарын бөлісті. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы хабарлайды. Ол араға 8 жыл салып, бала көтергенін сүйіншіледі. Алла қаласа 8 жылдан кейін екінші рет ана атанамын. Құттықтап қойсаңыздар болады. Көп күттім, қатты қаладым, армандадым. Бөпе күтіп жүрген жандарға жұғысты болсыншы, деп жазды Аружан Төре. Желі қолданушылары осы тұста түрлі пікір жазды. Көпшілік келіншектің әнші күйеуінен ажырасып кеткенін айтқан. Қалай ажырасып жүріп көтере бересіңдер? Қуанышты жаңалық, құтты болсын дегенмен, ұятты да ұмытпайық. Кіндігіңді жап, аман есен босанып ал, деді олар. Құрметті көрермендер, бұл жаңалықты оқығанда ең алдымен аналық бақытқа деген үміт пен қуаныш сезіледі. 8 жыл күту, армандау, кейде үміт үзілу, мұның бәрін бастан өткерген адам ғана түсінеді. Сондықтан Аружан Төренің бұл хабарды жүрек жарды сөзбен бөлісуі табиғи құбылыс деп ойлаймын. Бала ең алдымен Алланың сыйы. Бұндай сәтте қалай, қашан, кімнен деген сұрақтан бұрын адамның ішкі қуанышын, көптен күткен арманын түсінуге тырысқан дұрыс сияқты. Өмірде бәрі біз ойлағандай рет-ретімен бола бермейді, ал сырт көз әрдайым толық шындықты біле бермейді. Өкініштісі, әлеуметтік желіде қуанышпен қатар ауыр, орынсыз пікірлерде қатар жүреді. Жеке өмірге үңілу, мораль үйрету, үкім айту, бұл қазір қалыпты жағдайға айналып бара жатқандай. Бірақ әр отбасының, әр әйелдің өзінің жолы, өзінің сынағы бар. Бала күтіп жүрген немесе соны аңсап жүрген қаншама жан барын ескерсек, бұндай жаңалық біреуге үміт, біреуге демеу болуы мүмкін. Сондықтан бұл хабарды талқылағанда қатыгездікпен емес, мейіріммен, сынмен емес, тілек айтылса, қоғамда жұмсара түсер ме еді?